بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الكلام، الكلمة والكلام ديدا. على غير ما تنجي قرواتر أستاذ. ما تنجي قرواتر. قال المؤلف رحمه الله ديدا. يعني ماتن ده أخت أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الكلام ديدا. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم، فعل، وحرف جاء لمعنى. يعني بالمتن بالمتن متن ده على قرصنزر بولادا. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. يعني متن تقول وخما يقوين оны өздеріңіз оқып аласыздар. Сол мына жерде енді бұл қазіргі тақырып ол кәлима дегеніміз не, және де кәлам дегеніміз не. Өйткені мына мәтінде не сөз келді? Айтты әл-кәлам деді. Кәлам деген ол реч, орысшаға аударғанда реч да. Енді кейбіреулер осы сол жағы нені кәламды бұл қалай ол бөлігін ары қарай айтып жатыр. Мына жерде исмун уа фи'лун уа харфун жа'a ли ма'на. Үш-ақ бөліктен ғана тұрады деп айтты. Осыны сол кітапты ұстазбен алудың маңыздылығы осыда. Ол жерде айтылып жатқан кәлам ол ары қарай түсіндіріледі. Қазір кәлам деген не, кәлиматул деген не екені түсіндіріледі. Адам өзімен өзі бұны оқып алса, басқа нәрсе, басқа түсінікке кетіп қалады. Айтады, ауалан дейді, әл-кәлимату дейді. Ауалан әл-кәлима. Яғни кәлима дегеніміз не? Кәлима дегеніміз бұл кісі бірінші жағы тілдік мағынасын береді, кейіннен терминдік мағынасын береді. Тілдік мағынасы луғатан әл-кәлимату хия әл-кәламул мураккабу, яғни жумлатул муфид. Жумлатул муфид, пайдалы сөйлем, иә? Ва хия, көрдіңіздер ме, кәлиманы не деп айтып отыр? Пайдалы сөйлем деп отыр. Жумлатул муфид деп отыр, иә? Әл-кәлам мураккаб, яғни сөз тіркестен тұратын бір сөйлем. Осыны айтады. Қала шейхул ислам рахимахуллах, лам та'ти әл-кәлимату фил китаби ва суннати илля бимағна жумла. Яғни Құран мен сүннетте кәлима деп айтылған болса, кәлима деген сөз келетін болса, ол міндетті түрде неге ғана көрсетеді дейді? Жаңағы жумлатул муфид, яғни бір сөйлемге көрсетеді дейді, бір мағынасын шығатын сөйлемге көрсетеді дейді. Лайса бимағна лафзати, ла бимағна лафзати уахидати. Яғни бір сөзді кәлима деп айтылмайды. Құран мен сүннетте бір сөзге кәлима деп айтылмайды. Мысал ретінде шатыспасам Тәубе сүресінің 99-шы аяты болу керек. Шатыспасам хатта иза жаа ахадухумал мауту қала рабби ржиун лаалли аъмала салихан фима таракту. Яғни мына аятта жаңағы ғафлеттікте өткен адамның сөзін айтып жатыр. Ол не деп айтады дейді? Раббым, мені қайтар, мен тастаған нәрсемді қайтадан амал етемін, мені қайтар деп айтады. Яғни ары қарай айтып отыр Аллах тағала, кәлла иннаха кәлимату қоилуха. Осы жерде жаңа кәлима деп атады. Қайдан дейді? Ол кімнің? Айтушының әшейін сөзі деді. Кәлима деп атады. Бұл жерде бір-ақ сөзден тұрмайды. Бұл жерде бірнеше сөзден тұрады. Иә? وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Мен жаһаннамды немен кімдермен толтырамын дейді? Адамдар мен жындарды бәрін жинап толтырамын деген осы ұзын сөз.
La'amla'anna, ya'ni mынау uzun сөйлем. Осыны калима деп атады. Яғни бұндай мысалдар Құранда, сүннетте келеді, иә. Әй амми құл ла илаха иллаллах, иә. Кім Абу Толибқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, иә. Не көкешім ла илаха иллаллах деп айт дейді. Көрдіңіз бе? Калиматан ухаджу лака биха индаллах. Аллахтың алдында мен саған не сұраймын дейді, жаңағы пана сұраймын, тілеуіңді тілеймін деп айтып жатыр, иә, осы сөзбен. Ла илаха иллаллах деген сөзді айт деп жатыр. Көрдіңіздер ме, қазақшаның өзінде де ла илаха иллаллах деген сөз деп аударып жатырмыз. Сондықтан истилах неде, тілдік мағынада калима деп ол неге айтылады? Бір сөйлемге, пайдалы сөйлемге айтылады. Ал енді истилах мағынасында, істету мағынасында, терминдік мағынасында ал-лафзул муфрад. Уахия лафзул муфрад. Яғни ол бір ләпіз ғана. Ләпіз дегеніміз не? Ол ләпіз деген бүткіл адамның аузынан шығатын неге белгілі бір әріптерден тұратын дауыс. Бүткіл дауыстың барлығы ләпіз деп аталады. Яғни ол ләпіз деген сөз жаңағы лақтыру деген мағынаны білдіреді. Тілдік мағынада лақтыру деген мағынада. Яғни бұл сіз сөйлеген кезде, яғни сізден сөз шығады. Мысалы ары қарай мысал деп келтіреді. Зейдун, иә, қадимун, ядрибу, хаража, жа Мұхаммадун. Бұның барлығы ләпіздің түсінігіне кіреді. Енді қаулуна муфрат, яғни жалғыз деген не деген сөз. Ол айтады, ай аннаху ятакаввану мин джузин вахидин ла мин иддати ажзаи. Не дейді? Ол бір бөліктен ғана тұрады. Джузин вахидин ла иддати ажза. Бірнеше жүздерден, яғни бөліктерден тұрмайды. فإن كان هذا اللفظ مفردا فهو كلمة. Егер де бұл жалғыз ләпізден тұратын болған болса, онда ол сол калима деп аталады. وإن كان مركبا فهو كلام. Ол калам деп аталады. Егер де екі-үш сөйлем болып, екі-үш сөз тіркестен тұратын болса, онда ол калам деп айтылады. Пайда, бұл жерден шығатын пайда. اللفظ المفرد في اللغة يسمى حرفا. Жалғыз сөз не дейді? Луға, тілдік мағынада харф деп аталады. اللفظ المفرد тілдік мағынада харф деп аталады. ولذلك فإنك تجد في كلام اللغويين كثيرة. Сол себепті дейді, тілдің мамандардың сөздерінің арасынан табатын мына бір сөз көп кездестіресің дейді. Хада харфун минал ғариб, яғни бұл бұрын соңды кездеспеген сөз деп айтады, иә? Сөз деп айтады, яғни харф деп атап отыр. Әс-сәни әл-кәлам. Енді екінші кәламға кіріседі. Кәлам дегенде, кәлам тілдік мағынада ол хуа лафзул мураккаб, яғни тілдік мағынада ол калима. Түсіндіңіздер ғой? Яғни кәлам тілдік мағынада калима. Тілдік мағынада. Ал калима дегеніміз не тілдік мағынада? Ол лафзул муфрад калима. Неде? Лафзул мураккаб кәлам дегеніміз. Енді وهي بمعنى التكلم, яғни сөйлеу, иә, сөйлеу. О мен фи'лин дейді, яғни мен фи'лин бір қандай неден шыққан? Етістіктен ятакалламу, ятакаллам
takalluman bo'lmasa kalaman. Ikkinchisi kallamahu yukallimu kallim takalliman takliman kalaman. Mana ya'ni mana kalaman. Bu tildik ma'nosi. Tildik ma'noda kalam deganimiz ol lafzul murakkab. Ol misol la ilaha illalloh kalla hada kalimatu jani robbirji'un la'alli a'mala soliha fima taraktu degan so'z. Mana Zaydun misol keltiryapti. Zaydun maridun masjidun jamilun jaa Muhammadun. Ya'ni bu so'lim. Bundan chiqadigan foyda faidatu kataba ba'du nuhat mutaakhirin keyingi kelgan nuhatlar, nuhat deganimiz janag'i til nahv g'olimlari bunday qoida qo'ygan. Kalam fil lug'a anwa, ya'ni ne? Tilde kalam 5 bo'lakdan turadi deb aytgan. 5 bo'lakdan turadi deb aytgan. Anwa'ul kalam ya. Ya'ni birinchisi qavlu bil lisan, ya, tilmen so'ylew. Ikkinchisi ishorani ichine kirgizgan. Lekin nemen basben, bo'lmasa ko'zben, bo'lmasa qo'lmen, wal kitaba, ya'ni jazumen, jazudi da kalamga kirgizgan. Va hadisun nafs, ishten so'ylew, ya'ni ishten o'ylaw, sonda kalamga kirgizgan. Ya. Va nusub, ya'ni alamat, bir belgi beruv, o'sha narsalarning barlig'ini kalamga kirgizgan. Bul deydi. Va hada batilun. Batil, ya'ni bul narsaning barlig'i kalamga kirmaydi. Bu qati so'z deydi. Va huwa ma'khudun min aqidatil ashaira. Ya'ni asharilarning aqidasidan olingan bu qatilik deydi, yangi qatilik deydi. As-sahih deydi, durust deydi, annal kalama la yukawwinu kalamu la yakunu illa bil lafzil bil lisan. Ya'ni tilmen so'ylewden g'ana janide arpterden turadi. Va anna tilkal ashya'i al-ukhra la tusamma kalaman. Al endi deydi qolgan navru aytilgan narsaning barlig'i, jo'g'ri navru ko'rsatilgan narsaning barlig'i u kalam deb atalmaydi deydi. La yuqol takalluma Zaydun. Ya, bo'lmasa kallamtu Zaydan. Zayd so'yladi. Bo'lmasa Zaydben so'ylesdim desa, Zaydben so'ylesdim desangiz siz tek tilmen g'ana bildirasiz uni. Boshqacha qalay bildirasiz? Boshqacha yelga bildira olmaysiz-ku. İlla in kana hada lafzan bil lisan, ya'ni tilmen g'ana aytasiz. Boshqacha qalay odamga yetkazamiz? U bizning ishimizdagini eshitmaydi qo'y. Bo'lmasa qo'limizben ko'rsatsek, misol Zaydben so'ylashganimizni qalay ko'rsatamiz? So'ylashganimizni qalay ko'rsatamiz? Ya? So'ndukdan tag'da misol Qur'ondan keltiryaptir. Faquli deydi, inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Bu Maryam surasining oyatida kelgan. Ya, Maryamga Alloh taolam ne deb aytdi deydi? Bugun men hech bir odammen so'ylashmayman deb belgi ber, ya'ni bildir soni, belgi ber. Najida quli degan so'z bu hozir keladi tomenda. Inshaalloh. Aytadi Shayx Islom ibn Taymiya, qala Shayx Islom ibn Taymiya, innaha qalat lahum zalika bil ishara. Ya'ni o ishoratben, qo'lmen ko'rsatdi deydi. Qo'lmen ko'rsatdi deydi odamlarga, ne men bugun hech kimmen so'ylashmayman deydi. Falau kanat hadhihi al ishara, agarda ishara ne bo'lganda kalamning ichine kirganda, onda ol o'zining nesin, janag'i nazirin buzgan bo'lатын edi, және de o'zining o'razasini buzgan bo'lатын edi deydi. Maryam Isa alayhissalom anasini aytib o'tir ya.
Sodan keyin qola deydi sallallohu alayhi vasallam, janede payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi. Inna hadhihi solata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Kalam deb atadi. Neni atadi? Rasында бұл намазды сипаттаған кезде айтты, расында бұл намаз, бұл намаздың ішінде адамның сөзінен ешнәрсе рұқсат етілмейді деді. Адамның сөзінен ешнәрсе рұқсат етілмейді. Ал енді бізге белгілі болған нәрсе дейді, ва минал ма'лум дейді, аннаху юшрау дейді. Яғни не? Шариғатпен бізге ишарат рұқсат етілген. Қолмен, иә? Мысалы, мысалы баспен ишарат етуге. Біреу сәлем берсе, иә, хадистер келген сондай. Сол намаздың үстінде тұрған күйде дейді. Болмаса жаңағы роббама тухаддисука нафсука, яғни ішіңнен де неше түрлі ойлар келіп тұрады намаздың үстінде. Бұл намазды бұзбайды. Фалау канат ишарату хадису нафс каламан, яғни осы нәрселер жаңағы калам болып саналса, онда сенің намазың бұзылатын еді. Намазың бұзылатын еді. Пайда. Так, уақыт қарап қойық. 16 минут. Так, енді осы қысқаша қазір айтқанымыз 16 минут болып кетіпті уақыт. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.